Қайырлы күн. Бүгін менюда ауызашарда дымляма және де жеңіл салат, қазақтың қызыл ірімшігі болады. Күнделікті қайталанатын тағамдардан шаршасаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Өте дәмді және де еттері жұмсақ болып шығады. Біз ең алдымен тестасын дайындап қоятын боламыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, тұз және салқын суымыз қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ етіп, қамырымызды илеп қоямыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Және де келесі видеода қандай тағам түрін немесе тәтті түрін қаласаңыз, астына комментарийға қалдыра кетіңіздер. Сіздермен жасап, міндетті түрде бөлісетін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бетін жауып, бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Келесі біз начинкасын дайындайтын боламыз. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Бізге бір сәбіз және де картоп және жарты пияз қажет болады. Негізі бұл тағамды үйіңізде қанша отбасы мүшелері болса, соған қарай көп немесе аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Бұл тағамның атын көбінесе дымляма деп те атайды. Егер де сіз осы видеоны көріп тұрсаңыз, сіздердің өңірлеріңізде бұл тамақты қалай атайды? Астында комментарийға қалдыра кетіңіздер. Біз начинкамызға тұз, бұрышымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Келесі бізде 2 штук сәбіз және де 6-7 дана картоптарды жақсылап турап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап қоясыздар. Бізде картоп сәбіздерімізді өте қатты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Біз картоптарымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп дайындап қоямыз. Тағамымыз дәмді болу үшін біз бір болгар тәттісін де қосып турап аламыз. Артынша пияз, етімізді де майдалап турап, дайындап тамағымызды бастаймыз. Қазанымызға керегінше сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздыртып, етімізді салатын боламыз. Бірінші етімізді жақсылап қуырып болғаннан соң, артынша пиязымызды да салып, жақсылап пиязымыз сарғайғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан соң, артынша сәбіз, болгар тәттісін және де картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып, 5-7 минуттай қуырып, артынша томатымызды қосатын боламыз, біраз қасық. Барлығын жақсылап араластырып, дәмдеуіштерімізді және де тұзымызды салып, салқын суымызды құйып, демдейтін боламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң, аз ғана суымызды қосып, бетіне біз капусталарымызды орнататын боламыз. Бетін жауып, газымыздың астын орташа отта біркелкі етіп пісіретін боламыз. Мұнда біз пісіріп болғаннан соң, келесі біз тестамызды жаятын боламыз. Тестамызды жақсылап ұнға аунатып, сосын барып жұмсақ етіп қамырымызды жаямыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болған, сол себепті алдын ала ұнымызды сеуіп, қамырмен арасы жабыспайтындай етіп, жұқа қамырымызды жаямыз. Бізде бұл тамақтың ерекшелігі де осы тестасында болып тұр. Сол себепті тестасын өте жұқа етіп жаямыз. Жайып болған соң бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп майын жағып, тестамызға сіңгеннен соң, тесталарымызды біркелкі етіп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Мен тестаны 4-ге бөліп алдым, сосын барып 2-ге бөліп, өзіміздің кез келген формамызға келтіріп кесіп аламыз. Сосын кесіп болған тесталарымыздың ішіне начинкаларын салатын боламыз. Начинкаларын бір тегіс етіп барлығын жайып, салып, сосын барып гүл формасына келтіріп орайтын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бұл тамақ осы гүл ханыммен өте әдемі көрінеді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер осы начинканың орнына фаршты да қолдануға болады. Бізде тамағымыз өзі еті бар болғандықтан, біз осылай ішіне начинкасына сәбіз бен картошканы қостық. Ал енді біз осы капустаның үстіне жаңағы гүл тәріздес тесталарымызды орнатып, барлығын бір тегіс етіп қойып шығамыз. Алдын ала осылай орнын дайындап аласыздар. Сосын барып, тесталарымызды осылай салып, біркелкі етіп, бетін жауып, 40 минутқа қалдырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді тамағымызды дастарханға ұсынатын боламыз. Алдымен осы бетіндегі буға піскен гүл мантыларымызды алып аламыз. Алдын ала
сосын барып қалған тамағымызды ыдысымызға салып бетіне әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Біздің тамағымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Еттері жұп-жұмсақ болып піседі. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта менің каналымның қандай рецептісін көргіңіз келсе, астында тұрған комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!
достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын қазақтың ұлттық тәттілерінің бірі қызыл ірімшікті жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғанда өте дәмді керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көреміз. Бізге ең алдымен осындай 3 литрдағы сүтіміз қажет болады. 3 литр сүтке бізде 300 грамм айранымызды қосатын боламыз. Сіздерде сүттеріңіздің майлылығы қанша жоғары болса, сіздерде қызыл ірімшігіңіз сонша көп шығатын болады. Айранды қосқаннан соң осылай біркелкі араластырып отырамыз. Сосын барып бізде осылай екеуі ажырайтын болады. Біздің ірімшігіміз пайда болады. Сондықтан осылай астын енді орташа отта қайнатып отыратын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 200 грамм шекерді қостық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тәттіні қоссаңыздар болады. Тәттісі қатты көп болсын десеңіз 300 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Міне біздің ірімшігіміз осылай 3-4 сағат одан да көп қайнатсаңыздар да болады. Қанша көп қайнатсаңыздар, сонша сіздердің ірімшіктеріңіздің реңі кіретін болады. Менде осындай ыдысқа салып, үстіне марласын төседім. Осылай барлығын сүзіп алып, суынан ажырататын боламыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, осылай сары суынан ажыратып аламыз. Егер де сіздердің ірімшіктеріңіз қатты қызыл болып шыққанын қаласаңыз, сіздер 5-6 сағат қайнатсаңыздар болады. Менде осылай 4 сағат қайнады. 4 сағаттың ішінде осындай әдемі сарғыш реңі пайда болды. Осылай барлығын орап, марлымен жақсылап бетін орап, ыдысы астын шұңқыр ыдысқа салып, осылай бетіне қатты ауыр заттарымызды салып, 4-5 сағатқа тағы да қалдыратын боламыз. Біздің ірімшіктеріміз бір-біріне жабысып, өзінің формасын ұстауы қажет. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Енді өзіміздің кез келген ыдысымызға салып, қызыл ірімшігімізді дайындап ұсынсаңыздар болады. Міне біздің 3 литр сүттен осындай 710 грамм қызыл ірімшігіміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формаға кесіп, осылай дайындап қойсаңыздар болады. Осылай кубик тәрізді жасасаңыздар өте керемет болады. Жегенге де ыңғайлы болып тұрады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздер де қазақтың ұлттық тәттісін дайындап көріңіздер. Ас болсын!